Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Дина Мукатай. Арнаның жаңа көрермені болсаңыз, пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі тақырыпта тұмауды өз бетінше емдеу кезінде оның асқынуына әкелетін адамдардың жиі жіберетін басты 5 қателігі жайында айтатын боламын. Жалпы күн салқындай бастағалы бері тұмаумен ауырғандардың саны артатыны белгілі. Адамдар жылдам жазылу үшін емделу кезінде мынадай қателіктерге жиі жол беріп, ауруын асқындырып жатады. Адамдардың жиі жіберетін ең бірінші қателігі тұмауды антибиотикпен емдеу. Жалпы тұмау бұл вирустық инфекция, ал антибиотиктердің әрекеті тек бактерияларға ғана қарсы бағытталған. Яғни вирустық патологияда антибиотиктер көмектесе алмайды. Антибиотиктер тек қана ағзадағы бактериялармен күреседі. Бақылаусыз антибиотикті қабылдау иммунитетті әлсіретеді. Тұмау кезінде қабылданған антибиотиктер иммунитетке демеу болып тұрған ішектегі бактерияларды да жойып жіберуі мүмкін. Нәтижесінде вирустар күшейіп, тұмау да асқына түседі. Негізінен антибиотиктерді дәрігер бактериялық инфекцияның қосылуынан туындаған асқынулар дамыған жағдайда ғана тағайындайды. Тұмаудың ең жиі кездесетін асқынулары пневмония, отит, бронхит, конъюнктивит, менингит сияқты аурулар. Келесі бір адамдардың жиі жіберетін қателігі аздап температура көтерілсе, жылдам оны қалпына келтіруге тырысады. Негізінде ауырған кезде температураның көтерілуі ағзаның қалыпты реакциясы болып табылады. Яғни температура вирусты жою үшін көтеріледі. Егер де дене температурасы 37-37,5 болып тұрса, ыстық түсіруші дәрілерді қабылдамаған жөн. Себебі ағзаның вируспен күресуіне кедергі келтіресіз. Келесі бір адамдардың жиі жіберетін қателігі жөтелдің түрін анықтамай бей-берекет дәрілерді қабылдау. Жалпы жөтелдің екі түрі болады: құрғақ және ылғалды. Яғни қақырықты және қақырықсыз түрлері болады. Мысалы, сіз ылғалды жөтел кезінде құрғақ жөтелге арналған дәріні қабылдасаңыз, қақырық бронхта жинала береді. Нәтижесі өкпенің қабынып, аурудың асқынуына алып келеді. Сол себепті дәрілерді дәрігердің нұсқауымен қабылдаған жөн. Келесі бір қателік: дене температурасы көтерілгенде денені спиртпен немесе уксуспен ысқылау, яғни обтирание. Себебі бұл сұйықтықтар терідегі сағылаулар арқылы ағзаға түсіп, организмді улауы мүмкін. Әсіресе бұл жағдай балаларға қатысты. Сол себепті балаларға тек жылы сумен ғана обтирание жасау керек. Тұмау кезінде адамдардың жиі жіберетін 5-ші қателігі суды жеткілікті мөлшерде қабылдамау. Жалпы көп мөлшерде су ішу, яғни 1,5-2 литр сұйықтық қабылдау ағзадан вирустар мен бактериялардың, токсиндердің тезірек шығуына көмектеседі. Екіншіден, жеткілікті мөлшерде су қабылдау ағзаның сусыздануының алдын алады, яғни обезвоживание болмайды. Бүгінгі берілген ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Келесі видеоның шығарылымында кездескенше.